Барлығына сәлем достар. Бүгін біз 6 айлық баланың дамуы туралы айтатын боламыз. Сіз таңғаларлық. Сіздің балаңыз 6 айлық және оның өмірі осы жаңа маңызды кезеңнен жаңа шытырман оқиғалар басталып тұр. 6 айда сіздің балаңыз қолмен денесін көтеріп, асқазанда жатқан кезде отыра алатын болады. Егер сіз бастамасаңыз, ол сізге тез арада тырмалауға мүмкіндік береді. Өздеріңіз білетіндей, әр нәресте әртүрлі, олардың уақыттарын құрметтеу қажет. Енді оның аяқтары мен қолдарын толық қозғалғыштары бар. Сондықтан бір затты екінші затта көре алады, қолымен ұстап алады, аяғымен қолдарын аузына салатын болады. Жалпы сіздің балаңыз көз қарасыңызға қатысты 6 айда бұл әдетте ересек адамдар сияқты теңесетін болады. Жақында сіздің балаңыз алғашқы дыбыстарды шығара бастайды және сөйлесіп, және ма, па деген сөздерді айта бастайтын болады. Әрине бұл сөздер үшін ата-анаға өте ыстық болып көрінеді. 6 айда сіздің педиатрыңызбен жалпы бойыңызбен салмағыңыз туралы тексеріс жүргізетін болады. Сондықтан бірге баланы көру, есту, даму сол жақтарын тексеріп, сіздің балаңыздың кішкентайыңыздың дамуы үшін уақыт. Сіз медициналық сапарға бәрінің қалыпты болып жатқанына көз жеткізуіңіз керек. Бірнеше жыл бұрын дәстүрлі әдіс, яғни ұнтақталған тағамдар немесе ботқалар негізделген жалғыз әдіс белгілі болды. Көптеген отбасылар екінші жағынан бұл әдісті жалғастыруда. Бұл өте тиімді нәресте үшін кідіріс әкелмейді. Бүгінгі күні көптеген аналар баланы емшектен шығару әдісін қолданады. Бұл жүйе нәрестеге тұтас тағамдарды ұсыну отырады, дегенмен қарапайым болып көрінбейді және ол баланың жетілу факторларын ескеру қажет. Жалпы 6 айында балалар отырып үйренетін болады. Менің каналым қызықты болса, маған тіл келіп, лайк басып өтіңіздер.